Ерікті болу ерлік. Өз еркімен қоғамға пайдасын тигізуді көздейтін еріктілер қатары жыл санап артып келеді. Бүгінде әлем халқының 970 миллион волонтер болса, олардың ішінде әрбір 8-ші қазақстандық еріктілер қатарын толықтыруда. Олардың арасында Қазтрансойл жастары да бар. Жыл басынан бері Шығыс және Батыс операторлық қызметтер көрсету басқармасы еріктілері 4 шара, Құсары, Атырау, Қарағанды мұнай құбыры басқармасы жастары 8 шара және магистралды су ағызғы серіктестігінің жастары 2 шараны өткізген. Жастар еріктілер жылы аясында өз аймақтарындағы жалғыз басты қарияларға көмек көрсетеді. Қоршаған ортаны тазалауға септеседі, ауланы тазартуға көмектеседі. Тіпті карантин уақытында зейнеткерлерге азық-түлік пен дәрі-дәрмекті үлестіреді. Жуырда Павлодар мұнай құбыры басқармасы жастары мұнай құбыры саласының ардагеріне көмектесті. Еріктілермен бірге Бейбіт Буженов барып қайтты. Тыл еңбеккері Ирина Михайловна үшін бүгін қуанышты күн. Өзі өмір бойы бухгалтер болып еңбек еткен ұжымынан шөбересіндей әріптестері бақша жұмысына көмектесуге келген. Ирине Михайловне 93 года. Ирина Михайловна қазір 93 жаста. Ол біздер үшін әжеміз секілді. Әрқашан оған көмек қолын созамыз. Кез келген жағдайда қолғабыс етуге әзірміз. Ол үшін бау-бақшасын баптау өмірлік сүйікті ісіне айналған. Егде жасына қарамастан, қай телімге қандай дақыл егетінін жақсы біледі. Әріптестері бастапқы кәсіподағы ұйым атынан арнайы сыйлықты ала келген. Жас мамандар жер қазу жұмыстарымен айналысса, ол өмірлік тарихынан сыр шертті. Ирина Михайловна өткен ғасырда барлық жұмыстарды қолмен жасауға тура келгенін айтады. Айлық қорытынды есептерді де түнделетіп атқарған. Тұрмыстық жағдайда мәз емес. Оның бәрі жас мамандар үшін қазір ертегі секілді. Вначале мы жили в вагончиках. Біздерге өте қиын болды. Жұмыс жүктемелері көп еді. Кейін база ұйымдастырылды. Құжаттарды омбыдан қаптармен әкелді. Бастапқыда вагондарда тұрдық. Ол қыста қатып қалатын, ал жазда тышқандар жүгіріп жүретін. Жас әріптестерінің келгеніне риза болған зейнеткер ақжарма көңілін білдірді. Тіпті көзіне жас та алды. Бейбіт Бөженов, арнайы КТО Ньюс телеарнасы үшін Павлодардан.